Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Сырт көзге қарағанда бәрі қалыпты сияқты көрінген. Кәдімгі ауыл, кәдімгі отбасы, тыныш өмір. Бірақ бір сәтте бұл тыныштық бұзылды. Және бұл жағдай бүкіл елдің назарын аударды. Атырау облысы Жанкелден ауылында болған оқиға әлі күнге дейін көп сұрақ тудырады. Ресми органдар тергеу жұмыстарын жалғастырып жатыр. Әзірге нақты қорытынды жоқ, бірақ жаңа мәліметтер біртіндеп белгілі болуда. Бұл істегі негізгі тұлғалардың бірі Ақбаян Мұханғалиева. Қазіргі таңда ол толық тексеруден өту үшін Алматы қаласына жеткізілген. Мамандар оның психологиялық және жалпы жағдайын жан-жақты зерттеп жатыр. Мұндай сараптама істің барлық қырын түсіну үшін өте маңызды кезеңдерінің бірі. Неге бұлай жасалды? Бұл сұрақ көпшілікті мазалайды. Құзырлы органдардың айтуынша, бұл шешім оның мінез-құлқына байланысты қабылданған. Сондықтан мамандар нақты қорытынды шығару үшін уақыт қажет екенін айтады. Бұл істегі тағы бір маңызды тұлға Сұлтан Сәрсемәлиев, оған қатысты да бірнеше ауыр айыптар қарастырылып жатыр. Тергеу нұсқалары бойынша кейбір әрекеттер алдын ала жоспарланған болуы мүмкін. Сондай-ақ мүлікке қатысты да сұрақтар туындап отыр. Бірақ бұл жерде ең маңыздысы, әзірге ешкім ресми түрде кінәлі деп танылған жоқ. Барлық шешімдер тек сараптама нәтижелері мен толық дәлелдерге негізделіп қабылданады. Осындай істерде асығыс қорытынды жасау қателікке әкелуі мүмкін. Сондықтан құқық қорғау органдары әрбір детальды мұқият тексеріп жатыр. Бұл оқиға қоғамда үлкен талқылау тудырды. Әлеуметтік желілерде түрлі пікірлер айтылып жатыр. Бірі, бұл жағдайда артында үлкен себеп бар дейді. Енді бірі, тек осы жағдайға байланысты көп зерттеу қажеттігін жеткізеді. Ал шындық қандай? Бұл сұраққа нақты жауап беру үшін біз ресми сараптама қорытындысын күтуіміз қажет. Қазіргі таңда ең бастысы сабыр сақтап, тек ресми ақпараттарға сену. Өйткені мұндай істерде әрбір сөздің салмағы бар. Мүмкін жақын күндері бұл істің жаңа қырлары ашылар. Мүмкін біз мүлде күтпеген шындық белгілі болар. Бірақ бір нәрсе анық, бұл оқиғаға әлі толық аяқталған жоқ. Сіз қалай ойлайсыз, құрметті тыңдарман? Жағдайға байланысты ой-пікіріңізді комментарийға қалдырып отырыңыз. Және осындай оқиғаларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыз.